Все, біз киініп алдық. Ұйқысы келіп отыр қызымның. Акула, еще акула сұрап отыр. Все, выдвигаемся. Далаға шығып қайтайық, кофе ішіп қайтайық. Супермаркеттен міне осындай заттар алдық. 54 лираға шыққан. 54 лира дегенің 2500 теңге шамамен. 2 семейт алдық, алма алдық, 1 килограммдай шамамен. Мындай шоколад, тағы бір шоколад алғам, оны жеп қойдық. Мынау сүт, чоко крем. Нутелла бұл жақта сатпайды, сол үшін мындай алдым. Неге бізде дучакаймен турецкое чайпитие болып жатыр, только турецкий чай емес. Семейт, шоколад. И дучакай. Дучакай менде попросница өзінше суш отыр. Бізде түн болды, түнгі 1. Алматыда уже 3, Атырауда уже 2 десене. Привет. Дучакай ванны қабылдап отыр. Дучакай. Привет, деш. Колпусыны саған. Сағат таңғы 4-те Гаухар не істей алады. Әрине ол түрік сериалдарын көріп жылай алады. Неге екенін білмеймін, ютубқа Қара Севдана ең салған екен ғой. Енді мен мыналармен бірге қосылып егіліп жылап отырмын. Бұл тек қана 3-ші серия еще. Неге сонша қиын бұлардың өмірі? Неге қосыла салмайды деп жылап отырмын. Эмирді да аяйым бар ғой, Эмирға да махаббат керек. Нихан бір құшақтап сүйіп қойса екен деймін. Білейін, жаман жүрегім ауырып отыр. Сәлем достар, сіздермен бірге күз мезгілін, қыс мезгілін жақсы көретін Гаухар. Және де қазір мен Стамбул қаласындамын, және де мен сүйетін, мен жақсы көретін күз мезгілі болып жатыр Стамбулда. Стамбулдың қазіргі күзі және қысы осындай жаңбырлы болып өтеді. Уже қанша күн болды, жаңбыр тоқтамай жауып жатыр. И я от этого кайфую, прям күшті сезімде жүрмін. Білмеймін неге екендігін, мүмкін мен интроверт болғандықтан. Мен бұрын ойлайтын, мен экстравертпін деп, алайда мен амбиверт екенмін. Ол не экстраверт емес, не интроверт емес, екеуінің ортасы. И осындай погодадан мен кәдімгідей ләззат аламын, кәдімгідей шабыттанамын, өмір сүруге деген құлшынысым артады. Бір нәрсе жасап, хочу любить, творить деген сияқты ғой, жить хочу деген сияқты ғой. Сондай кезеңдер. Алайда өткенде Алматыда қар жауды ғой, алғашқы қар болғанда прям жүрегім алып ұшып, тек ұшып кетейінші деп ойлап тұрдым ғой. Еше жігітім де маған прикол ұстайды, ой, сен ұшып келейін деп тұрған жоқсың ба деп. Қазір біздің өмірімізде бір қызық кезеңдер болып жатыр. Жолдасым қазір Алматыда, ал мен болсам Дучакаймен Стамбулдамын, Астанадамын деп айтайын деп жатырмын. Стамбулдамыз.
и қазір шеше алмай жатырмыз да, қай елде боламыз, қай қалада тұрамыз деген сияқты мәселелерді енді алдағы уақытта шешіледі деп ойлаймын. И вообще қазір менімен болып жатырған нәрселердің барлығы бір волшебный заттар сияқты да, бір волшебный кезең сияқты менің өмірімдегі. Мен үнемі айтамын, менің өмірімдегі ең үлкен өзгерістер ол күзде болады да, немесе қыста. Өзгеріс күзде болады, ал күшті оқиғалар қыста болады да. Или мен өзім солай сендіріп тастағам, сондай бір бар да менің өмірімде. Одан кейін өткенде 26 сентябрь менің туған күнім болды. И сөйтіп менің туған күніме жігітім бір күнге Стамбулға ұшып келді ғой. Мен айтайын ба, я была в шоке ғой, кәдімгідей риза болдым, кәдімгі. Мен вообще күткен жоқпын негізінен. Кәдімгі гүлдермен келіп, мені құттықтап, сол мені құттықтау үшін бір күнге ұшып келді да, қайтадан ұшып кетті да. Дедім ғой, мен кәдімгідей офигеть дедім. Негізінен Құранда бар ғой, айтады ғой, сендер жақсы көрген дүние сендерге жаман болуы мүмкін, сендер жаман көрген нәрсе сендерге керісінше жақсылығын алып келуі мүмкін деп. И осы случай, мысалы біз қазір қашықтықта болғасын, ол қашықтықты жек көреміз, неге олай болып жатыр деген сияқты сондай ойға қаламыз да. Алайда ол біздің сезімдерімізге, біздің байланысымызға жақсы әсер етіп жатыр да. Сонда ойлаймын ғой, негізі ерлі зайыптылар да бір-бірінен демалып тұрған дұрыс шығар деп та, бір-бірін сағынып, сондай бір хат жазып деген сияқты ғой, смс-тер атқылап деген сияқты. Сондай бір күшті бір әдемі сезімдерді кешіп жүрміз. Есіме түсіп кетті ғой, бұрында студенттік кезде Ержан екеуміз қыз жігіт болып жүрген кезде ғой, Ержан мені театрға шақырған. Ол кезде күз мезгілі жаңбыр жауып тұрған болатын. И біз театрға бардық, кірдік, сол кезде жаңбыр жауып тұрды. И қойылым болды, қойылымнан кейін сыртқа шығамыз ғой. Бүйтіп кәдімгідей театрдың есігі ше былай ашылады ғой, екіге былай есік ашылады да. И мен бүйтіп киімдерімді алып киіп жатам да, бүйтіп жоғары қарасам, аппақ қар болып жатыр ғой кәдімгідей. Біз қойылымда отырған кезде жаңбыр қарға ұласып кетіп, аппақ қар болып жауып тастаған ғой. Еще андай бар ғой, бір кинодағыдай ғой, есік ашылады, қарайым, аппақ қар, еще дым, жел жоқ, андай болады ғой, бір тишина, бір күшті жауып тұрды да, қар деген бар ғой. Еще машиналардың, жолдың жарықтары әдемі болып түсіп тұр да, қар жапалақтап жауып жатыр да. Блин, кәдімгідей алдында қар жауған кезде бар ғой. Блин, деді ғой, еще адамдар стористарын қаратам, біреулер уже тауға шыққан екен да, таудағы үйлерге барған, ол жақта прям аппақ қар болып жатыр да. Дедім ғой, мен, оказывается, мен басқа елде тұра алмайды екенмін. Күз немесе қыс келген кезде мен осындай ауруым басталады, мен кәдімгідей Алматыға қайтқым келеді. Себебі жылдың 4 мезгілі де Алматыда ең әдемі болып өтеді ғой. Күзі күз кәдімгідей сап-сары болып, вообще айта алмайым бар ғой. Қысы вообще красота. Мен енді көктем мен жазды онша жақсы көрмеймін, бірақ енді адамдардың айтуы бойынша жақсы өтеді да. Вот сондай бір естеліктермен сіздермен бөліскім келді. Бұл негізі спонтанно түсіріліп жатырған болып. Еще мен қазір сағат таңғы 5-те түсіріп отырмын да бұл нәрселерді. Бағана деген күшті етіп бір видео түсіргем. Ол кетіріп алыптым да байқамай. И мынандай кусочек жоқ та. Сосын қойшы дедім да, түнгі сағат 5 болса да отырып, әңгімемді айтып, видеоны түсіріп алайыншы деп. Сондай шешім қабылдадым. Және де тағы да бір, ол енді видео ұзақ болып кететін шығар, бірақ айтып кетейін, не үшін маған блог керек болып жатыр. Соңғы кезде менің өмірімде бір сондай кезең болып жатыр. Жалпы достық, адамдармен қарым-қатынас деген сияқты нәрселерде сыналып жатырмын, и жалпы сол нәрсені қазып іздеп жатырмын да. Себебі біз есейе келе, менің құрбыларым, менің подружкаларым, мысалы, әркім өзі тұрмыс құрды, әркімнің өзінің өмірі бар. Сөйтіп мен араласатын адамым қалған жоқ та. Өткенде мен мысалы Стамбулда қалдым, мен сол кезде ауырдым. Осы ғой, 3 күн ауырдым. И бір сөйлесіп, бөлісетін ондай адам болған жоқ. Себебі көп құрбыларынан енді алыстап кеттік та. Себебі әркімнің өзінің өмірі бар, жаңағы айтпақшы. И
мен ойладым да, мені маған блог не үшін керек? Бұрын мен мысалға блогты бастаған кезде мен бір пайданы ойлап тұратынмын да. Например, ертең болашақта ол керек болады, YouTube каналды развивать ету керек, ол болашақта перспективасы бар деген сияқты бір сондай ниетте болатын да. Ал қазір мен түсінемін да, что это моя психотерапия, моя личная психотерапия да. Мені бұл видеоны ешкім көрмей қойсын бар ғой, даже мен просто ертең уақыт өте келе өзім көрем ғой бұл видеоны, и өзімнің қалай өскенімді, қалай өзгергенімді, қалай ойым, приоритеттердің өзгергенін барлығын көретін болам да, и молодец Гаухар деп отыратын болам да, и кәдімгідей бұл маған керек екендігін түсіндім. Содан кейін, осы түсінік келгеннен кейін, кәдімгідей андай, жоқ мен шаршамаймын, енді істеймін, до конца істеймін, маған ұнайды деп, сондай бір шабыт оянды да. Енді қарасаңыздар, сағат деген таңғы 5, дочака ұйықтап жатыр, мен аяқта көпіріп сіздермен сөйлесіп отырмын да. Бұл жаңа өзімді сол ойдан ұстап алдым да. Мен еще жаңағы айттым ғой, видео түсірілген кусок кетіп қалды, соған жынданған жоқпын бар ғой, значит я должна еще лучше записать деген сияқты бір сондай мотивациям болды да. И кәдімгідей алып қайттан түсіріп жатырмын да, таңғы сағат 5 болса да, әшейінде ұйқым келіп быт-шытым шығып отырады ғой. Вот. И реально ғой, адамның ниеті, егер адамның ниеті дұрыс болатын болса, ол это будет у тебя получаться. И вот сол менің мотивациям, менің сондай қалауым осы болды да. Реально адамдармен бөлісіп, миллион қарасын, да хоть бір штук адам қарасын, да хоть өзім қарайын бар ғой сол видеоны. И кәдімгідей мен үшін бұл психотерапия болушы еді. Өзімнің ойлармен бөлісіп тұрамын, өзімнің бұл әлемге көрсеткім келген. Короче, андай ғой, мен өзімнің көзіммен бұл әлемге қалай қарағым келеді, бұл әлемді қалай көргім келеді, соны мен камераның объективіне түсіруге тырысамын ғой. Сол нәрселерді көрсетуге тырысамын. Зато қандай күшті естеліктер, я ертең дочакай да маған рахмет айтады. Даже мен өзіме рахмет айтатын боламын да, соны істегенім үшін. Так что енді мен жоғалмаймын, видеоларды жиі салып тұратын боламын. Сол, егер видео сүйенаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, до конца көрсеңіздер, вообще мен күшті қуанышты болам, оны да жазып кетіңіздер. Сол, менімен болғандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге, жаңа айттым, қысты жақсы көретін, таңғы сағат 5-те видео түсіретін Гаухар. Пока, сау болыңыздар. Жаңа аутлетте бір ата отыр екен, өзі қолдан жасаған свечаларды сатып отыр екен. Ойланбастан сатып алдым, иісі де күшті, и әдемі жасалған, ортасында розалар, дұрыс көрінбейтін шығар. Әдемі, қазір жақып көрем.